Сәлем достар, бұл бейістің кино әлемі. Бұл ретте кореялық фильм «Жаңа әлем» туралы айтамыз. Бір жылдан аса тексеруден кейін, полицейлер кінәлі деп санаған алтын есік рекеттер компаниясының атаманы дәлел жеткіліксіз болып, прокуратура кінәсіз деп санап, сот процесін тоқтатады. Бұған полициялар наразы болды. Дәл осы күні түнде көңілдесінен қайтқан атаманға қастандық жасалып, жүк көлігімен қағып кетеді. Аман қалуы екі талай. Компанияның үшінші атаманы Дин Чин іс-сапарын аяқтап Қытайдан ұшып келді. Аэропортта оны алдынан көмекшісі және көп жылғы жан серігі Ли Зичин күтіп алды. Емханаға барар жолда Дин Чин өзінің Шанхайдан алған алтын сағатын Ли Зичинға тарту етті. Ли Зичин бірден жалған екенін біліп, өзіне қайтарып берді. Емханаға жеткен соң, дәрігер атаманды сақтап қала алмағандығын айтады. Төртінші атаман қысық көз Ли Жунжу шу шығарып, дәрігерге жұдырық ала жүгірді, бірақ та онысынан ештеңе шықпайды. Жерлеу рәсімі күні полициялар жақын маңда аңдумен болды. Бұны естіген қысық көз полициялардың терезесін шағып, камераларын сындырып тастайды және сазайларын бермекші болды. Осы сәтте бөлімше бастығы Жан келіп жетеді. Қысық көз бастықтың келгенін көріп, амалсыз ақша төлеп бәледен құтылады. Полиция бастығы жиналыс жасап, болып жатқан жағдайды талқылайды. Алтын есік компаниясының атаманы өлді. Енді орнына талас басталады. Сайлауға астыртын килігіп, өз адамдарын шығарып, компанияны қолдарына алмақшы. Қазірше үміткерлер: атқарушы директор, содырлығы және серілігімен танылған Дин Чин, тұрақты директор, төртінші атаман қысық көз Ли Жунжу. Қысық көздің адамдары көп, ең қабілетті үміткер және Дин Чинмен шығыспайды. Ең соңғы үміткер жартылай зейнетке шыққан, құрған аты бар екінші атаман Лау Жан. Полициялар осы жоспарларына жаңа әлем деген ат қойды. Ал шын мәнінде Дин Чиннің досы Ли Зичин полициялардың тыңшысы еді. Оның шахмат ұстазы Ли Зичин мен бөлімше бастығы Жан арасында хабар тасымалдайтын шпион. 8 жыл бұрын атаман өлсе тыңшылық міндетін аяқтап, қайта полиция бөлімшесіне оралуға келіскен. Енді ойламаған жерден тағы міндет тапсырды. Жүйкесі тозған Ли Зичин бастығын іздеп келеді. Жан оның қазірше шегірім шығуына келіспей, егер міндетін атқармаса, рекеттерге оның тыңшы екенін айтып берем деп қорқытады. Ең сорақысы, полициялар Ли Зичинға сенбей, сатқын боп кетеді деп ойлап, оны да бақылауға алған. Бұл жасағандары Ли Зичиннің шамына тиді. Рекеттер компаниясы жиналыс жасап, келесі топтық жиналыста сайлау өткізуді шешті. Дин Чин және қысық көз жеңіп шығуға ең үмітті екі адам. Жиналыс барысында екеуі сөзге келіспей, қысық көз алдын ала кетіп қалады. Артынан Дин Чин көлік тұрағына келгенде, кенеттен қысық көз машинамен оны соқпақшы болды. Осы сәтте Ли Зичин өзінің өмірін қатерге тігіп, Дин Чиннің алдына қорған болды. Жолы болғанда, қысық көз тек Дин Чинді қорқытып қоймақшы екен. Осыдан кейін Ли Зичин өзінің қысық көз туралы жинаған барлық дәлелін шахмат ұстазына тапсырып, және Дин Чиннің күн тәртібін айтып береді. Бірақ полициялар оны тек шахматтың бір тасы ғана санап, оған жоспар туралы ештеңе айтпады. Бұл Ли Зичиннің көңілін қалдырды. Ол күнделікті міндетін орындау үшін жанын қатерге тігіп жүр. Ал жоғарыдағылар болса, оны сатқын боп кетеді деп күдіктеніп, бәрін жасырады. Бұны ойлаған Ли Зичин қатты құсаланды. Ал қысық көзге келетін болсақ, ол компанияның ардагерлерін жинап, күшпен өзіне билет тастаңдар деп мәжбүрлейді. Ардагерлердің мақұлдағаннан басқа амалы да жоқ. Дин Чин жұмыстарымен Қытайға бармақшы. Ли Зичин оны аэропортқа шығарып салды. Бірақ та ұшаққа отырмай жатып, Дин Чиннің күн тәртібін білетін бөлімше бастығы оны шақырды. Жан оған сайлауда жеңіп шығуға көмектесе алам және қысық көздің көзін құртып бер алам деп ашығын айтып, өзінің қолындағы қысық көз және Дин Чиннің қылмыстық дәлелін көрсетеді. Дин Чин қатты намыстанды және өзінің жанында шпион бар екенін түсінді. Ол ұшаққа отыра салысымен хатшысын шақырып, қанша ақша кетсе де Жан туралы барлық ақпаратты жинауды және Қытайдан бірнеше киллер табуды тапсырды. Қысық көз өз адамдарымен тамақтанып отырғанда, Жан Ли Зичин жинап берген дәлелдерді алып, адам бастап қысық көзді ұстайды. Ал қысық көз болса, өзін Дин Чин сатып кетті деп ойлады. Осы кезде ебедейсіз 4 киллер де Кореяға келіп жетті.
Лизичиннің әйелі 2 қабат еді, жақында босанбақшы. Отбасының амандығын ойлап, Лизичин әйелін ертіп шетелге кетіп, тыныш өмір сүрмекші болады. Бірақ әйелі қатты уайымдап жүр. Себебі, әу баста оны Лизичинді аңдып жүру үшін Жаң орналастырған. Кезінде оған әкесін босатуды шарт етіп, Жаң міндет тапсырды. Ал қазір әкесі өмірден өткен, құрсағында Лизичиннің баласы бар. Өзі де Лизичинді сүйіп қалған. Ендігі өмірін тыныш өткізуді қалайды. Жаң болса, шындықты Лизичинға айтып берем деп қорқытып, жалғасты Лизичинді аңды деп мәжбүрлейді. Динчин абақтыға кеп Қысықкөзге кездеседі. Қысықкөз өзінің қылмыстық дәлелін Динчин полицияға берген деп ойлап, онымен сөзі жараспады. Өзінің ондайға бармайтынын айтып ақталса да, Қысықкөз сенбей, әңгімелері көңілсіз аяқталды. Содан кейін Динчин тағы да бөлімше бастығы Жаңмен кездесті. Оған көп ақша ұсынып, полициялардың компанияның ішкі жұмыстарына араласпауды талап етіп, егер мақұлдаса, ай сайын тағы да ақша беріп тұратынын айтты. Бірақ та Жаң ақшаны жерге төгіп тастап, оған қарсыласпай полициялардың басқаруында болып, өзінің қуыршағы болуды айтады. Динчин ызаланды, жауап бермей кетіп қалды. Жаңмен кездесуі аяқталғаннан кейін, хатшысы қытайлық хакерлерін тапқан полиция басқармасының құжаттарын алып келді. Құжатты көргеннен кейін Динчин шпионның кім екенін білді және киллерге жұмысқа кірісуді тапсырады. Енді киллер шахмат ұстаздың үйіне келді. Ол өзінің үйіне киллердің кіргенін камерадан көріп, Жаңға хабар беріп, өзі шайқаспақшы болды. Есікте күтіп тұрып, біреуін атып өлтіреді. Бірақ әлі екеуі бар. Күшпен басып кірді. Динчин Лизичинді ең орналасқан қоймаға шақырды. Енді 1-2 күнде келем деп еді ғой, неге ерте қайтып келген деп ойлап, Лизичин бұны жақсылыққа баламады. Достар кездескеннен кейін Динчин бір темір бочканы көтеріп келіп, Лизичинға ашып көр дейді. Лизичин түсінбей абайлап қақпағын ашты. Ішін көрген сәтте қорқып кетті. Ішіндегі қанға боялған шахмат ұстазы екен. Азаптап сұраса да басқа ешкімді айтып бермеді. Батыр әйел екен деді Динчин. Негізі Динчин бәрін біліп алған. Құжатта шахмат ұстазының Жаңмен бірге түскен фотосы бар екен. Лизичин көріп, қорыққанынан суық тер басып кетті. Динчин оған тағы бір адам бар дейді. Лизичин есін жинап болғанша, Динчин күрекпен біреуді ұрып құлатады. Жерде жатқан өзінің тағы бір сенімді адамы. Лизичин өзінің жанында тағы шпион бар екенін ойламапты. Ол қатты қорқып кетті. Өзінің құжаттары неге бұнда жоқ деп ойлады. Динчин киллерге қыздың көзін құртуды тапсырады. Қыздың тағы қиналғанын қаламай, Лизичин өз қолымен қызды аттандырды. Динчин осылай Жаңға жауап берді. Жаң да ызаланып, өзінің алдында Динчинмен кездескен кезде жасырын сырттай түсіріп алған фотосын Қысықкөзге көрсетеді. Қысықкөзге Динчин оны сатып кетті деген ой салмақшы. Қысықкөз де Жаңның ортаға ос салмақшы болғанын біледі. Бірақ бәрібір ашуына бой беріп, қол астындағыларға Динчиннен кек алуды бұйырады. Лизичин тағы Жаңмен кездесті. Жаң оған кезінде бір шпион сатылып кеткен деп айтып, Лизичинді аңдып жүруге адам орналастырғанын түсіндірді. Динчин полициямен бірлеспеді. Енді екінші жоспарды қолға алмақшы. Ендігі жоспары үшінші үміткерге қолдау көрсетіп, зейнетке шығайын деген Лаужаңды билікке келтіру. Енді Лизичинға Лаужаңға көмектесіп, оның орынбасары болуды міндеттейді. Бұны естіген Лизичин қатты ашуланды. Мен шегініп шықпақшымын, ал сендер мені неге итермелейсіңдер дейді. Жаң оған, осылай болса ғана сен қауіпсіз боласың. Алдыңғы аптада полициялардың базасына хакерлер шабуыл жасап, менімен қатысы бар барлық құжаттарды ұрлап кеткен. Оның ішінде сенің құжаттарың да бар. Ал қазір сен туралы ақпарат базадан өшірілген. Сенің шынайы кім екеніңді білетін тек полиция бастығы мен ғана. Динчин сен туралы шындықты біле тұра саған тиіспеді деді. Осы кезде Динчин Лизичиннің құжаттарын жақсылап салып, шкабына құлыптап қойды. Көлік тұрағына келгенде Қысықкөздің адамдары кенеттен пайда болды. Олар енді Динчиннен кек алмақшы. Динчиннің қол астындағыларды доп сияқты соғып ұшырды. Содан кейін үлкен төбелес басталып кетті. Динчинді лифтке сүйреп алып кіріп, Қысықкөздің адамдары жабылады.
Ол төбелеске қанша мықты болса да қарсы жақтың адамы көп. Соңында бәрібір ауыр жарақат алады. Офистегі хатшысы да аман қалмады. Қысық көздің адамдары енді Лизичіңнің үйіне келіп, оның әйеліне қол салмақшы. Бірақ та ойламаған жерден күтіп тұрған полицияларға тап болды. Лизичіңнің әйелі қорқыныштан баласы түсіп қалады. Динчин емханаға жеткізілді, бірақ жағдайы онша емес. Ардагерлер негізгі екі үміткердің біреуі абақтыда, енді біреуі хал үстінде жатқанын көріп, амалсыз Лаужаңды сайлауды жөн көрді. Бұған Лаужаң іштей қуанды. Жаң өзінің көп адамдарынан айырылды. Ол полиция бастығына осы жоспар аяқталғаннан кейін жұмыстан кетем дейді. Оған бастығы қосылмады. Себебі Лизичіңнің беделі компанияда өсіп келе жатыр. Оны бірден-бір сескендіре алатын адам ол Жаң. Жаң тұрғанда ол сатқын бола алмайды дейді. Енді Лаужаң билікке келетін болғандықтан ардагерлер оған жағымсып жатты. Лаужаң өзі билікке келген соң Лизичіңді орынбасар қылып тағайындайтынын айтады. Көпшілік бұны ең ақылды қадам деп жақтасты. Жаң да Лизичіңді шақырып алып, оған өзінің полиция екенін ұмытпауды ескертіп, келесі аптаға дейін компанияның барлық құжаттарын тапсыруды айтты. Және қысық көздің көп ұзамай босатылатынын хабарлайды. Бұны естіп, Лизичіңнің көңілі тағы да суып қалды. Динчин хал үстінде жатыр. Өлер алдында Лизичіңді жалғыз шақырып алады. Оның іштей қиналып жүргенін сезіп, оған ең соңғы демімен: "Досым, шаршаңқы көрінесің. Сен өз таңдауыңды жасауың керек. Тірі қалғың келсе, қатыгез бол. Мен шкабыма саған сыйлықтар қалдырдым" деп айтып, жан тапсырды. Динчинді жерлеу рәсімінде Лизичің қытайлық үшкилерге көзі түсті. Артынан Динчиннің офисіне келіп, өзінің полициялық құжаттарын тапты. Омен қоса өзіне сыйлыққа дайындалған алтын сағатты көріп тағып алды. Жаңа бастық тағайындалатын күні Лизичің есіктен шыға салысымен Лаужаңға кез болды. Лаужаң оны ақылдасамыз деп көлігіне шақырады. Бірақ та Лизичіңді отырғызып алып, үндеместен машинаның жылдамдығын арттырып, Лизичіңнің адамдарын қалдырып кетті. Бір ен жерге келіп машинасын тоқтатады. Адамдарын жинап, Лизичіңнің көзін жоймақшы екен. Ойламаған жерден соққыға жығылған Лаужаңның өзі болды. Лизичің баяғыда Лаужаңның қол астындағыларды ақшамен сатып алған екен. Лаужаңды ұрып соғып, машинасымен өзенге лақтырып, балыққа жем қылды. Дәлел жеткіліксіз деп полициялар қысық көзі бостандыққа шығарды. Абақтыдан шыға салысымен қол астындағылары оны қоршап алды. Қысық көзді ақымақ емес. Ол Лизичіңнің өзінің жанын алмақшы екенін біліп, өлер алдында қол астындағылардан темекі сұрап шекті. Содан кейін олар қысық көзді ғимараттан лақтырып жібереді. Ішкі проблемалар шешілді. Енді Лизичіңнің полиция екенін білетін тағы екі адам бар. Қытайлық киллердің бірі Жаңға келіп, оны пышақтап өлтіреді. Тағы екі киллер таксимен полиция бастығының көлігінің жанына тоқтап, оны атып өлтірді. Бұның бәрін бұйырған Лизичің. Жаңа атаман тағайындалатын жиналысқа Лаужаңның орнына Лизичің адамдарын бастап кіріп келіп, бас директордың орнына отырды. Ешкім ештеңе айта алмады. Тек жанына келіп, сәлем салып, атаман болуын құттықтап жатты. Динчиннің өзіне қалдырған құжаттарын өртеп жіберді. Ендіден бастап, оның полиция екенін ешкім білмейді. Фильмнің соңында 6 жыл бұрынғы Динчин мен Лизичіңді көрсетті. Екеуі бір-біріне жансерік еді. Кезінде екеуі 10 шақты адамға төтеп бере алатын. Екеуі осылай қайсар мінездерінің арқасында осы күнге жеткен. Осымен фильм аяқталды. Осы кинода адамды ең тебірентетін Динчин мен Лизичіңнің арасындағы достығы қоғамның төмен сатысынан өз құлшыныстарымен көтерілді. Бір-біріне деген достығы берік. Лизичің полиция болса да, Динчин үшін жанын беруге дайын. Оны Лизичіңнің машина алдына шығып, Динчинді қорғамақшы болғанынан білеміз. Ал Динчин ешқашан Лизичіңнен күмәнданып көрмеген. Оның полиция екенін білгенде де, оны өзінің досы санап тиіспеді. Және өлер алдында Лизичіңға ақылын айтып кетті. Ұнатқан достар лайк басып, каналға жазылуды және басқа достарға бөлісуді ұмытпаңдар. Келесі кездескенше.